Короче, бүгін гольфтамыз. Артымда бір қыз отыр, кім деп ойлайсыздар? Кәне. Тауып көріңіздерші кім екенін. Как же красиво! Короче, вода баскетбол. Bir kinodan көре алайық, келересіздер. Сіздер жасыңызға қарап ойланып бір іш қылбайсыздар. Какой-то мужик. Мен кімді ойлатасыздар? Гүлменен келселер, тұрмышқа чаға атты ойлайсыздар. Бар, жоғауға көзіме көрінбегіле екінші. Да, когда-то у тебя случилась с ним любовь. Вы прошли какие-то трудные моменты. Потом в жизни ты поняла, что это не твой человек. Понимаешь, если бы люди знали, что он упадет, он бы соломку подстелил. Люди не знают. Поэтому я сразу тебе так скажу. Вы по менталитету разные люди. Разные. Вот я видела, как интеллигентно твои родители себя вели. Нет, богатство, бедность – это другое. Да. А культура поведения, интеллигентность, смотри, харизма и гены, да, это одно. У него в жизни была травма психологическая. Эта травма остается. Он должен был ее вылечить именно сейчас. Он это не сделал. Достар, ассалаумалейкум, баршаларыңызға қайырлы кеш. Мен айтпасам да жаңалықтардың барлығына хабардар болып жатыр екенсіздер. Мен өзім де айта кетейін. Айда екеуміздің екі жақтан қабылданған шешім ажырасу. Менімен ешкім өмір сүрмейді, және де Айдамен ешкім өмір сүрмейді. Так что успокойтесь, өздеріңіздің өмірлеріңізді ойлаңыздар. И психолог керек деп жатқан адамдар, өздеріңізге психолог керек сіздердің. Біреудің өміріне араласпау керек, ал біреудің өміріне аралассаңыздар, сіздердің өздеріңіздің, значит, өмірлеріңіз қызық емес. Сол үшін біздің өмірге қызығасыздар, сол үшін араласасыздар. Так что бүйтіп жүру керек та адам дегенше. Психолог керек деп айтып жатқан адамдар. Так что осылай болыңдар. Менің психологиям, Аллаға шүкір, мешіт пен бокс залым жетеді. Сол менің психологиямды реттейді. Так что жақсылап бір жерлеріңізді қысып, денелеріңізді бокстап, нормально жүрсеңіздер болады. Рұқсат.